Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге фонопедия туралы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, егер де сіздер балаларға, балалардың дауыс аппараттарының дамуына байланысты кітап іздеп жүрген болсаңыз, менде балалардың дауыс бұзылыстарын анықтауға көмектесетін кітапша бар. Ол кітапшаның бағасы 1000 теңге, және де ол кітапша орыс тілінде барлық мәліметтер суреттермен қамтылған болады. Одан бөлек тағы да айта кетейін, менің авторлық кітапшамда сатылымда. Ол кітапшаның бағасы 5000 теңге, ал ол жерде сіздерге ересектерге де балаларға да арналған, дикцияға арналған жаттығулар жиынтығы бар. Егер де сатып алатын болсаңыздар, Instagram парақшаға өтіңіздер. Достар, ең алдымен фонопедия туралы тоқталып өтсек, бізде фонопедия дегеніміз арнайы педагогикалық әдістермен дауысты қалпына келтіруге арналған логопедияның бөлімі болып саналады. Фонопед мамандар, яғни фонопедияда бойынша білім алған мамандар, олар өздерінің сабақтарында дауысқа арналған, тыныс алуға арналған жаттығуларда, одан бөлек компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы сіздерге сабақ өтіп, сіздің дауысыңызды қалыпқа келтіруге тырысады. Фонопедияда жаттығулар диагнозға байланысты немесе дауыстың бұзылысына байланысты жеке-жеке таңдалып алады. Мысалға, сіздің дауысыңызға байланысты басқа да жаттығулар айтылатын болса, сіздің досыңыздың да дауысы дұрыс емес, ода да дауыс патологиясы бар болса, бірақ сіздің досыңызға басқаша жаттығулар ұсынылуы мүмкін. Сол себепті де негізінен енді арнайы сіздерде дауыс бұзылыстары бар болса, арнайы фонопед маманға жүгіну керек болады. Ал сіздерге жасаған жаттығу ол сіздің досыңызға, сіздің туыстарыңызға әсер етпеуі мүмкін, немесе оған керек емес болуы мүмкін. Сол себепті де жеке-жеке жаттығуларды біз тек қана сол мамандардан ғана ала аламыз. Фонопедияда адамдарды қалай емдейді? Ең алдымен пациент, мысалға, оның дауыс аппаратында бұзылыстар пайда болса, ол бірнеше маманға жүгінеді. Олар бізде фониатр және де фонопед. Фониатр дегеніміз, бұл біздің дауыс бұзылысымызды анықтап, бізге диагноз қояды. Яғни сіздің дауыс аппаратыңызда осындай кемшілік бар, сіздің көмейіңіз дұрыс емес, немесе сіздің сөйлеуіңіз дұрыс емес деген секілді, сондай бізге диагнозды қойып беретін адам маман болып саналады. Фониатр дегеніміз, ал фонопед дегеніміз, ол біздің осы бұзылған дауысымызды қалпына келтірумен айналысады. Және де достар, сіздер мысалға фонопедия туралы ютубтан, әлеуметтік желілерден іздейтін болсаңыз, көптеген жаттығулар шығады. Бірақтан да ондай жаттығуларды сіздерге жасаудың қажеті жоқ, егер де сізде арнайы қажеттілік болмаса. Ол қажеттілік қалай пайда болады? Мысалға, жаңа айтып кеткенімдей, сіздердің дауыс аппараттарыңызда кемшіліктер немесе бұзылыстар болса, оны сіздер ең алдымен фониатр маманға жүгініп, сол маманнан анықтап аласыз. Яғни ең бірінші кезекте диагноз қойдырып аласыз да, одан кейін барып сізге яғни фонопедиялық жаттығуларды жасау қажет болады. Ал егер де сізде онда қажеттілік болмаса, онда ешқандай да жаттығуларды жасаудың қажеті жоқ. Айта кетейін, мен сіздерге негізінен фонопед мамандар, ол сіздерді қалай емдейді? Ең алдымен сізге тыныс алу жаттығуларын жасауға, және де релакс жаттығулар, яғни дауыс аппараттарыңызда босаңсытуға арналған жаттығуларды ұсынады. Одан бөлек тағы да сіздерге вокалға арналған жаттығуларды ұсынатын болады. Достар, сіздерге осы видео соңында айта кетейін, егер де сіздер өздеріңіздің дауыстарыңды сақтаймын десеңіздер, онда сіздер ең алдымен темекі шегуден бас тартуларыңыз керек. Одан кейінгі кезекте ол алкогольді ішімдіктерді ішу. Сонымен қатар газды сусындарды да шектен тыс ішу, ол сіздің дауысыңызға кері әсерін тигізеді. Және де сіздің жейтін тағамыңызда ол мысалға шектен тыс ыстық немесе шектен тыс салқын болмауы керек, ол да сіздің дауысыңызға әсер етуі мүмкін. Және де достар, ең басты кезекте ол дауысты сақтауда да, денсаулыққа да пайдалы, ол стрессті азайту. Яғни мүлдем стрессқа түспеуге тырысыңыз, қандай жағдай болса да жеңіл қабылдап, дауысыңызға күш салмаңыз,
оған күтім жасап және де стрессті азайтып осылай дауысыңызға күтімді жалғастыра беретін болсаңыз, онда сіздің дауысыңыз әрқашан жақсы болады. Ал дикцияға арналған жаттығуларды менің YouTube каналымнан қарап жасасаңыздар болады. Болса достар, бүгінгі видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.